Жақсы мінез бен ақыл күші біріксе, бұлар адамгершілік қасиеттер. Балаға берілген бірінші тәрбие ата-анасын, туысын, жолдасын сыйлауға үйретуден басталады. Адамгершілікке тәрбиелеу құралы еңбек пен ата-ана үлгісі. Көп сөйлеген мылжың шын сөзді аз айтады. Оқу процесінде қалай болса солай оқытпай, ғылым, білім беру жүйесі сақталу керек. Педагогикалық жұмыстағы шешуші нәрсе ең жақсы оқыту әдістерін таба білуде. Мектеп қабілетсіздік пен жалқаулықтың ұясына айналмауы тиіс. Томсық тының тамағы шоқу менен табылар. Өнер білім дегенің оқу менен табылар. Еңбекпен табылған тамақ тәтті әрі сіңімді болады. Қашанда бір істі істегіңіз келсе, ол іске әуелі ақылыңызды, одан соң қолыңызды жұмылдырыңыз. Егер де ақылыңыз дұрыстаса, көзіңіз көріп, жөнін тауып мақұл көрсе, тіліңіз бен қолыңызға ерік беріңіз. Байлық, қанағат пен еңбекте. Өнер, білім бәрі де оқу менен табылған. Жақсы ой мен жақсы сөз жақсы істерге жетелейді. Маған жақсы мұғалім бәрінен де қымбат. Өйткені мұғалім мектептің жүрегі. Аз жұмысты қиынсынсаң, көп жұмысқа тап боласың. Азға қанағат қылмасаң, көптен құр қаласың. Алдыңа келсе, әділдігіңді аяма. Әр нәрсенің сыртына қызықпа, асылы ішінде. Егер балалар бірдемені түсінбейтін болса, онда оқытушы оларды кінәлауға тиісті емес, оларға түсіндіре алмай отырған өзін кінәлауға тиіс. Қазақтың тілі соншалықты мол, ләкин қазақтың тіліменен қандай кітап болса да жазуға болады. Қазақ тілі мұншалықты жатық, анық болар еді, егер де біздің қазақтар аңғарып бөтен тіл араластырмастан ілгері бастырып сөйлесе. Оқусыз білім жоқ, білімсіз күнің жоқ. Халық мектептер үшін ең керектісі оқытушы. Тамаша педагогика құралдары да, ең жақсы үкімет бұйрықтары да, инспектор бақылауы да оқытушыға тең келе алмайды.